Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Бүгін біз 10-шы практикалық жұмысты жалғастырамыз. 10-шы практикалық жұмыста бізде бойлық профильді жобалауды жалғастырамыз. Сол беті тангенс әдісімен жобалық желіні салуды үйренеміз бұл сабақта. Сабақты бастамас бұрын осы 10-шы практикалық сабақты қарауға кеңес береміз, және осы практикалық сабақтың соңында бізде тапсырма берілетін болады, иә. Тангенс әдісімен жобалық желіні салу, жобалық және жұмыс белгілерін санау дейді. Яғни қазір біз тангенс әдісімен өзіміздің жолымызды салатын боламыз. Жұмысты бастамас бұрын сіздерге шаблонды скопировать етуге кеңес беремін. Осы шаблонды, яғни осы шаблон бойынша қазір үстінен өз есептеулеріңізді жүргізесіздер, иә. Мынау бізде осындай көлемде жұмыс жасалынатын болады бүгін. Яғни тура осындай жұмысты біз қазір өзіміздің курсовойымызға салып, өзіміздің курсовойымызда жалғастырамыз, иә. 4-6. Енді қазір не істейміз біз? Ендігі кезекте біз өзіміздің несімізге ораламыз, бойлық профилімізге. Бойлық профилімізде біз отрезактарымен енді өзіміздің жолымыздың жобалық нелерін саламыз. Жобалық жүру жерлерін. Яғни оны салу барысында мен сіздерге қандай кеңес беремін. Яғни біз жолымыздың нелерін есептеген болатынбыз, биіктіктерін бұдан бұрын, иә. Бұдан бұрын бізде биіктіктеріміз қандай болды? 2,5 метр болды, иә, 2-де 3 метр болды, и 1-де 175 метр болды, иә. Яғни әр жерде өзінің ең минималды не бізде 1-де 2 метр, 1-де 262 метр. Яғни біз өзіміздің немізді салу барысында, жолымызды салу барысында біздің жолымыз 2,5 метрден аспау керек. Мына жерде айтып тұрғандай 2,5, яғни 3 метрден аспайтындай қылдырып жобалауға тырысуымыз керекпіз, яғни. Бірақ оның ең минималды биіктігі 1-де 2 метр болу керек. Яғни біз 1-де 2 метр қылдырып алып, біздің масштабымызға келтіреміз, иә. Біздің масштабқа біз соны қалай келтіреміз? Яғни біз қалай анықтаймыз жаңағы біздің 1-де 262-ні? Біздің масштабымыз 1-де 500 болғаннан кейін, яғни 1 сантиметрде 5 метр бар деген сөз, яғни 1-де 262-ні біз бөлеміз 5-ке, бізде шығады 0,2524, иә. Оны көбейтеміз соңға, біздің автокадты масштабына шығару үшін бізде шығады 2,524. Яғни 2,524 біз мына жерден үстіге қарай 2,524 биіктікке көтеруіміз керекпіз. 2,524. Яғни осындай бізде ең минималды біздің еңісіміз сақталуы керек, бізде. Келесі кезекте мынаны аламыз да, мына жерге қойып қоюға болады. Мына жерге мені қойып қоюға болады, содан кейін тағы қай жерге қойып қоюға болады. И мына жерге қойып қоюға болады, бізде. Мысал үшін қай жерге қойсақ, мына жерде 1, 2, 3, 4, 5 пикет кетті, мына жерде 1, 2, 3, 4, бір примерно 4 пикетті қалдыра салайық, жарайды. Негізі 4 пикет аз болатын сияқты, бірақ дегенмен салып көрейік. Мына жерде көрдіңіздер ма, менде қанша пикет, әрбір қанша пикет мені көрдіңіздер ма? Мына жерде 700 метр, орташа 700 және 700 метрлар мен алып көрдім ара қашықтықтарды. Бірақ мына жерде біз 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, негізінен 5 нені алған дұрыс болу керек етінше негізі. Яғни неғұрлым осындай қылдырып алған дұрыс деп ойлаймын, негізі өз басым, яғни көп алудың қажеті жоқ. Мына жерде көрдіңіздер ма, бірінші санат болғаннан кейін мына жердегі нелер, пикеттардағы сандар көп шықты, менде. Яғни неғұрлым бізде санат азайған сайын, соғұрлым мына жердегі арасындағы ара қашықтықтарды
а салуға болады. Бірінші санат үшін минималды түрде жарайды 700, 500, 400 көлемінде алыңыздар ұзындығын. Ал екінші санат қарастырғаннан кейін бір 500 метр жеткілікті болады деп ойлаймын. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Жарайды, 4 қылдырып салып көрейік. Мына жерден бір мысал ретінде салып көрейік, былайынан үстіге қарай. Яғни үстіге қарай былайынан салған дұрыс сияқты болады. Өйткені бізде ортасынан не болады? Ортасынан бізде не болады? Жолымыз болады. Яғни жолымыз біздің дөңес түрінде кетеді. Мынау тым үлкен болып кеткен сияқты. Жарайды, кішкене қарап тұрғандарыңызда, мынау жолды енді жобалау, бойлық неде жобалау, ол бізде уже не кетеді? Орысша айтқанда творческий процесс, иә. Яғни сіздер өздеріңіз ойдан жолдың несін саласыздар. Жолдың жобалап 1, 2, 3, 4, 5, иә. Где-то примерно 5. Мына жерге былай салып көрейік. Содан кейін тағы қалай? 1, 2, 3, 4, 5, да? Мынау тым үлкен болып кететін сияқты, иә. Мына жерден бастап, мына жерде уже кішкене былайынан салып көрейік, жарайды. 1, 2, 3, 4, 5. Былайынан. Содан кейін былайынан міне. И соңында біздің минималды немізді қанағаттандыру керек, иә, биіктікті, осындай биіктікті. Ең минималды биіктікті қанағаттандыру керек, иә, соңында. Жарайды, осылайынан қалдырып көрейік, осыдан не шығатынын көрейік. Мынаны жарайды, кішкене астыға түсіре салайық. Бізге кішкене қызықты болсын деп, бір жерде қазынды болатындай қылдырып, қазынды да қарастырып көрейік мына жерде. Мына жерде біз қазып тұрмыз, иә. Мына жерде қазып тұрмыз. Мынаның еңісі бізде кішкене астыға түседі қайтан. Жарайды, қазір паузаға қояйын. Шағын техникалық проблемдер болып қалды. Жалпы енді екі осындай нені қарастыруды кеңес беремін. Екі биіктік дейміз ба, ананы қалай дейміз? Екі тау үшін қарастыруға кеңес беремін. Мына жерде жаңағындай біз жобалағанда екі еңістің әртүрлі несі болады, иә, екі еңісі әртүрлі болады. Яғни сіздерге бір еңісті қабылдауға кеңес беремін. Яғни мынаны ұзартсақ, мынау немене болып кетті, емі қате болып кетті, мынау. Ctrl-Z, Ctrl-Z, Ctrl-Z. Керісінше маған мынаны емес, маған мынаны ұзарту керек. Мынаны ары қарай ұзартылмайды. Жарайды, мынаны ручной ұзартып көрейік енді. Егер мынандай ұзартылмайтын болса, мына шетіне тартасыздарда, автокадтың шетіне тартасыздарда, мына осындай линия пайда болады. Осы линияны жалғастыра саласыз просто. Мынау сіздерде жалғасы болады. Удлинить дейміз да. Неге команда шықпай жатыр енді. Удлинить. Міне. Жалпы осындай бізде мынау енді мынаны алып удалить етіп тастасақ болады. Мына жерде обрезать етіп қоямыз. Болды, міне. Осындай екі нені қарастыратын боламыз. Екі тау үшін. Яғни бізде мына жерде екі дөңес және бір ойық не болады, иә, бізде доғалар біздің бойлық профиліміздегі немізден профилінен қарайтын болсақ. Яғни біз осыны сызып алдық. Келесі кезекте біз нені анықтайтын боламыз. Келесі кезекте біз олардың еңісін анықтауымыз керек біз.
еңісін анықтаймыз олардың. Жалпы біз мынаны өткен сабақтарда орындап шықтық. Енді бізде 4-6 міне параграф. Яғни біз келесі кезекте проектный отметкаларды есептеп алуымыз керекпіз. Проектный отметкаларды қалай есептейміз? Мына жерде кішкене өзгерістерді енгізіп қойдым, өйткені қазір мынаны былай қалдыратын болсақ, мына жерде екі тангенс бір-біріне доға жаңағы қиылыспай қалуы мүмкін ше негізі. Сондықтан мен мына жерде 1, 2, 3, 4, 5, 6 бекетті қалдырдым. Сіздер де жобалап қалдырарсыздар бекеттерді. Енді былайынан екі дөңес және бір ойық бізде доғалар қарастырылатын болады. Қарап тұрсаңыздар, яғни дөңес деген сыртқа шығып тұратын доғалар, және де дөңес дегеніміз ішке шығып тұратын бір не қарастырылатын болады, доға бізде. Яғни осылайынан біз өзіміздің проект жобаларымызды сызып алатын боламыз. Келесі кезекте біз жобалық белгілерін анықтауымыз керекпіз, яғни отметка оси дороги мынау деген. Осы отметканы қалай табамыз? Яғни бірінші кезекте біз мына жердегі арақашықтықты өлшеп аламыз. Мына жердегі арақашықтық бізде 2,5235, 2,5235, 2,52,4 жуықтап алғанда 2,52,35. Оны көбейтеміз біз масштаб бірде нешеге? Яғни оның алдымен 10-ға бөлеміз, содан кейін масштабқа көбейтеміз 5-ке. 1,206,175. Яғни мына жердегі проектный отметканы табу үшін біз мынаны аламыз да үстіге қарай копировать етіп қоямыз мына жерге. И оның отметкасы бізге нешеге тең болады? Жаңағы бізде 1,206,175-ке біз қосамыз мына санды 49,528-ді бізде шығады 50,79 деп алсақ болады. 50,79 деп мына жерге жазып қоямыз. 50,79 деп жазып қоямыз. Келесі кезекте біз мына жерде тағы да үстіне мынандай нелерді салып қоямыз, цифрларды. Яғни мына жерде бізде бірінші цифра бірде нешеге тең болу еді? Жаңағы бізде 1,26. Яғни мына жерге жазып қоямыз 1,26 метр деп. Үйінді биіктігі 1,26 деп. Тура осылай әрқайсына істеп қоямыз. Яғни келесі бекеттердің биіктігін табу үшін біз мына жерден орысша айтқанда вручную арақашықтықты есептеп масштабқа көбейте аламыз. Не болмаса мынандай формуланы қолдануға болады. Мынау бізде методичкада бізде мынандай формула береді. Міне h последующее равно h предыдущее плюс минус i умножено на d. Осы формуланы қолданып есептеп көруге болады. Қазір осы формуланы қалай есептейтінін мен сіздерге мысал келтіретін болам. Яғни біз қазір аламыз да мына жердегі арақашықтықты есептеп қоямыз жер бетінің деңгейінен. Яғни мына жерде бізде 11,200 қайтадан ашып қоямыз мына жерге калькуляторды. 11,2668-ді бөлеміз 10-ға, көбейтеміз 5-ке. 5,5334 метр шықты. 5,5334 метр. Яғни мына жерде сразу жазып қоюға болады 5,5334 метр деп. 5,6334, 5,6354 деп жазып қоямыз мына жерде. 5,6354, 6354. Мына сан бізде шықты 6334. 63 десек болады просто. 5,63 метр. Ендігі кезекте біз мына санды, жаңа біздің шыққан санды жалпы мына ұшы бізде бұрышы деуге болады негізі мынанша. Бұрылу ұшы бізде қай жерде орналасқан? Бұрылу ұшы бізде 0, 1, 2, 3, 4, 5 бекетте орналасқан. Яғни 5 бекетте оның биіктігі, жер бетінің биіктігі 52,38. Яғни мына санға біз 52,38-ді қосамыз, бізде шығады 58,01. Яғни мына жерге біз 58,01 деп жазып қоямыз. Оның проектный отметкасы.
58,01 деп жазып қоямыз мына жерге. 58,01. 58,01. Енді біз жаңағы мына қисығымыздың еңісін анықтауымыз керекпіз. Яғни еңісті біз қалайша анықтаймыз? Еңісті біз жаңағы формуланы қолдану арқылы анықтауға болады. Яғни біз 58,01-ден азайтамыз 50,79-ды, бізде шығады 7,22. Яғни 7,22-ні біз бөлеміз, қанша пикет болды? Бізде 5 пикет, яғни 500 метрге бөлеміз. Бізде шығады 0,01444, я. Яғни мынаның еңісі бізде 0,01444. Енді мынаны көбейтеміз 1000-ға. Бізде шығады 14,44 промил. Яғни мынаның еңісі бізде 14,44 промил. I тең 14,44 промил. Оны картада қалай белгіленеді промилдар? Промилдар бізде мынандай түрде белгіленеді, яғни уклон и вертикальная кривая дейді. Енді білмеймін, мүмкін оны келесі практикалық жұмыстарда қарастырылған шығар, бірақ мен қазір мынаны түсіндіре салайын сразу қалай оны белгілейтінін. Яғни біз аламызда бізде 5-ші пикетта не болғаннан кейін бұрышы, яғни ұшы біздің бұрылу ұшымыз мына жерде тұрғаннан кейін мына жерінен осылайынан шызып қоямыз бір нені таяқшаны. И жаңағы таяқшаның несін еңістің бұрылу көлденең сызықты көрсетеміз. Яғни бізде мына жерде жоғары кетеді, біздің неміз бұрышымыз, еңісіміз. Және де біз астына мынандай нелерді цифрларды жазып қоямыз, я. Цифрларды жазып қоямыз. Яғни мынаның ұзындығы бізде қанша болады? Мынаның ұзындығы бізде 500 метр болады, яғни жерге 500 деп жазып қоямыз. Және де оның еңісі жаңағындай анықтап алғандай 14 нешеге тең болды? 14,44 тең болды, я. Мына жерге жазып қоямыз 14,44 деп. Осылайынан жазып қоямыз. Келесі біз енді тура осылайынан біздің картамызды толтырып аламыз мына жерге алдымен. Бұл бірінші біздің проектті отметкаларды анықтау әдісі, я. Енді келесі кезекте біз еңісімізді анықтап алдық, 14,44 дедік, я. 14,45 десек те болады негізі. 14,4468 жарайды. 14,4468. Енді біз келесі кезекте ортасындағы нелердің арақашықтығын анықтайтын боламыз. Ортасындағы арақашықтықты анықтау үшін осы формуланы қолданып істеп көруге болады. Яғни қазір қай жерде бет бізде Paint деген программа, қай жерде Paint-ті ашып, қазір сіздерге салып көрейін. Бізде формула қалай дейді? Формула бізде H последующая, яғни H последующая тең H предыдущая плюс немесе минус I көбейтілген D, да? Яғни D дейіп тұрғанымыз бізде арақашықтық, я. H последующая, ол жаңағы біздің анықталынатын пикет. Яғни бізде бірінші пикет 50,79, ол H предыдущая болады. Яғни бірінші пикетке қарасты артыңғы пикет, предыдущая орысша айтқанда 50,79 болады. Яғни мына жерге жазып қоямыз 50,79 деп жазып қоямыз. H последующий, жаңағы H последующий ол бізде H1 болады, я. H последующий H1 тең былай жазып қоюға болады. Жаңағы H0 плюс немесе минус I көбейтілген D, я. Яғни H1 деп тұрамыз, H1 тең H0 бізде қанша болар еді? Бізде қазір автокадтан қарап көрейік. Автокадтан бізде 50,79. Яғни мына жерге жазып қоямыз 50,79 плюс немесе минус таңбасын қайдан білеміз? Егер бізде жоғары кетсе, онда плюс таңбасы, астыға кетсе минус таңбасы. Түсінікті, я. Плюс I бізде 14,44. Содан кейін қанша шықты? Негізі оны промилде емес, оны неде жазған дұрыс? Сандық мөлшерде жазған дұрыс. 0,0144.
0,044 мына жерге өшіріп тастайық. 0,044 0,044 0,044 содан кейін тағы да бізде не кетеді? 0,044 көбейтілген ара қашықтық көбейтілген d, иә, бізде d бізде 100 метр болады. тең дейміз да 50,79 қосылған 0,0144 көбейтілген d бізде бір пикеттің ара қашықтығы 100-ге тең, иә. Яғни 0,0144-ті көбейтеміз 100-ге 1,44, яғни 50,79 қосылған 1,44 тең бізде қанша болады? Маған 50,79-ды қоссақ қанша болады? 52,23 деп жазып қоямыз. 52,23 метр шықты бізде. Яғни мына жерге жазып қоямыз 52,23. Не болмаса, оны мына түрмен шығарып көруге болашайды. Мына жерден аламыз да, измерить расстояние дейміз да, мына нүктеден мына нүктеге дейін ара қашықтықты аламыз да, 5,02-ні 35-ті бөлеміз 10-ға, көбейтеміз 5-ке, бізде шығады 2,5 метр, 2,511 да. Яғни 2,511, мына жерге жазып қояйық, 2,511 2,51 яғни 2,51 деп тұрғанымыз қайдан шықты? 2,51-ді қазір мына санға қосып көрсек, 49,706-ға қосып көрсек, бізде мына сан шығу керек. 52,23 шығып тұр бізде, бірақ мына жерде 2,21,7 шығып тұр, иә. Яғни біздің есептеуіміз бір жерде қате деген сөз, иә. Неліктен ол келмей тұр? 52,22 шығып тұр, иә, жоқтап алғанда. 52,23-тен азайтсақ 49,706, 2,52 шығып тұр, иә. Бірақ мына жерде бізде 2,51 шығып тұр. Значит, мына жерде бір жерде қате кетіп қалған шығар. 11,26-дан бөлсек 10-ға, бөлсек 5-ке, 5,63. Яғни бір жерде қате кетіп қалды. Яғни екі вариант осындай қарастыруға болады. Осы екі варианттың дәл, екеуде де дәл болып келеді негізі. Бірақ мына жерде бізде есептеуде ауытқулар болғаннан кейін, есептеуде кішкене бізде ауытқулар кетіп қалды, көріп тұрғандарыңызда, иә. Мына жерде негізі екі вариантты да дұрыс болады. Бірақ сіздерге қалай есептеуде кеңес беремін. Мына жерден былайынан басты қатырмай, былайынан вручную анықтап есептеуге кеңес беремін. Яғни ол бізде автокад бізде өте дәл құрал болғаннан кейін, біз автокад арқылы оны оңай анықтауға болады бізге. Тура осылайынан қазір бүкіл жерде анықтап аламыз, мына жердегі проектный отметкаларды. Содан кейін проектный отметкаларды анықтап, еңсерді проектный отметкаларды анықтап алғаннан кейін, біз осындай нелерді көшеміз, осындай нелерді жасауға көшеміз. Яғни осындай доғаларды енгізуге көшеміз. Қазір видеоны паузаға қосып, есептеулеріңізді жүргізе берсеңіздер болады. Мен болсам, қазір тоже видеоны паузаға қойып, бүкіл жерлерді есептеп алып, содан кейін ары қарай жалғастырамын. Осындай линияларды салып біткеннен кейін, осындай көлденең линияларды салып біткеннен кейін, және де осыны есептеп алғаннан кейін, жаңағыны есептеп алдым. Есептеп алғаннан кейін бізге проектный отметкаларды анықтауымыз керек, иә. Яғни мынаны қайта мынаны жазып, мына жерді іздеп, қайтадан бір-біріне қосып
уақытты кетірмеу үшін мынаның барлығын Excel'де жасап алуға болады. Яғни Excel'де мен теріп алдым, барлығын мына жерге пикеттарды жазып алуға болады. Негізі бірақ пикеттарды жазған жоқпын. Өздеріңіз үшін жазсаңыз болады. Мынау қателеспесем екінші пикеттен басталады. Яғни екінші пикеттен басталады да мынаны астыға қарай апарамын. Сонда менде қанша шығады? Мынау неге 2 болып кетті? Мынау мына астыға апарамын да менде жұқтап алғанда 24 пикет шықты, яғни 24 пикет бар деген сөз. Мына жерде менде негізі 23 пикет, бірақ мынау 24 бізде конец трассы болады, КТ 23 пикет жалпы. Яғни конец трассы деген қазақша трассаның соңы, қазақша жазсақ та болады, ТС деп. И мына жерден аламыз да формуланы осылай енгіземіз. Яғни формуланы басатын болсақ, үстіне мына жерге бізде шығады 3,86, E4 49,84 екеуін бір-біріне қосам. Мына шеткі квадратиктің оң жақ астыңғы оң жақ шетінен плюсик тұрған жерінен тартам да астыға апарам осылайынан нелерді и маған шығарып беретін осылай Excel. Бүкіл мәндерді шығарып берді. Енді мына мәндерді аламын да мен проектный отметкаларға енгізем. Мына жердегі автокадтағы проектный отметкаларға енгізгеннен кейін мен бір-бірінен азайтып, дистанцияға бөліп, мына жердегі нелерді тауып аламын. Жаңағы еңістерін, көлбеу еңістерін. Мынаның барлығын қазір видеоны паузалап қойып, есептеп аламын да, содан кейін келесі мына жердегі үстіндегі линияларды жасауға көшемін мына жердегі. Содан кейін жаңағыны айтуға ұмытып кеттім, автокадта осындай нелер бар, функциялар бар. Яғни мынаны сіздерге кішігірім лайфхак десем болады, үстіндегі мәндерді қайта-қайта жазбас үшін мына жердегі астындағы бүкіл мәндерді аласыңдар да, копировать дейсіңдер да, и жаңағы астына мына жерге апарып қоясыздар. Болды. И мына жерге сандарды, өздеріңіздің сандарыңызды жазып шығасыздар. Келесі кезекте біз ойыс және дөңес қисықтар үшін тангенстар әдісімен тангенстардың арақашықтығын анықтайтын боламыз. Ол үшін мына формуланы қолданамыз. Мына жердегі формула бізде лекциядан егер қарайтын болсаңыздар, екі әртүрлі формуладан пайда болады. Және де ортақ несі мәні осындай неге түрге ие болады, РВ көбейтілген I1 қосылған I2. I1, I2 дегеніміз біздің жолдың проекттік еңістеріміз, РВ дегеніміз біздің ең минималды дөңге және ойыс сызықта доғалар үшін ең минималды радиус. Ол минималды радиусты қайдан қарайтын боласыздар? Мына минималды радиусты мына кітап бойынша СНИП РК 2006 таблица кесте 5.2-1. Мына жерде бізде бүкіл нелер жазылған, қандай орысша айтқанда требованиялар, Яғни егер бізде бірінші категория болса, бірінші категория 150 км/сағат, ойыс нелері радиусы 30 000 дейді, Егер бізде 120 км/сағат болса, онда 15 000. Менде екінші категория, сондықтан мен 15 000-ды алам. Ол бізде дөңес сызықтар үшін 15 000, яғни выпуклый, және ойыс сызықтар үшін основный 5 000 болады. Ойыс дегеніміз вогнутый, дөңес дегеніміз выпуклый. Яғни дөңес болған кезінде бізде 15 000. Менде екі дөңес және бір ойыс доғалары қарастырылған. Яғни мен алдымен дөңес сызықтар үшін істеп көрейін. Қазір есептеп көрейін. Радиусы 10500 дейді. 10500-ді қай жерден тауып алды? Мына жерден білмеймін, мына жер жоқ екен. Жарайды, минималды радиуспен есептеп көрейік енді. Жарайды, 15 000. Ең бірінші менде 15 000. Мына жерге 15 000 деп жазам. 15 000 көбейтілген дөңес. Мына жерде менде дөңес радиусы үшін дөңес деп жазам. Дөңес 15 000. Алгебралық айырмашылығын аламыз. Яғни алгебралық айырмашылықтарды қалай аласыздар? Екі мәнді қосасыздар бір-біріне, и сол мәнді мына жерге жазасыздар. Айырмашылық, алгебралық айырмашылығы деп. Яғни алгебралық айырмашылығы дегеніміз екі мән бір-біріне қосылады, егер олар бір-біріне қарама-қарсы түрде болса. Егер мысал үшін үстіге қарай бір
еңіспен, екіншісі тура солай үстіге, бірақ кішігірім еңіспен көтерілетін болса, онда олар бір-бірінен азайтылады. Ал егер біреу көтерілсе, біреу азайтылса, екеуі бір-біріне қосылады. Яғни 14,44-ті қосамыз 8,12, 14,44-ті қосамыз 8,12, 14,44-ті қосамыз 8,12, бізде шығады 22,56, оны бөлеміз 1000-ға, бізде шығады 0,02256. Мына санды мына жерге жазып қоямын. 10-ны мен көбейтемін 15000-ға, мынаны көбейтемін 15000-ға, бөлемін 2-ге, 169,2 менде шықты. Яғни менде мына жерде 169,2 метр не болады? 169 метр дегеніміз мына жерден бастап, где-то жуықтап алғанда мына жерден және де мына жерге дейін менде осындай мына жерлерден дөңес линия пайда болады. Яғни тура пландағындай бізде бойлық профильда, бойлық жағынан қарағанда бізде тангенс, биссектриса және де кривая деген ұғымдар болады. Яғни криваяның ұзындығы, биссектрисаның ұзындығы болады және тангенстің ұзындығы болады. Қазір оның барлығын реттеп қарастыратын боламыз, иә. Келесі кезекте 169,2 метр анықтап алғаннан кейін біз өзіміздің немізді қарайтын боламыз. Өзіміздің пикеттік орналасқан пикеттік жерін қарайтын боламыз. Яғни қай пикетте орналасып тұр ол бізде. Бірінші ойыс сызығымыз бізде қазір ойыс сызығымыз бізде нешінші пикетте орналасып тұр? 1, 2, 3, 4, 5-ші пикетте орналасып тұр. Яғни мына жерге жазамыз ПК вершина угла, тура жаңағыдай пикет 5. Мына жерге де пикет 5 деп жазамыз. И плюс немесе минус жаңағындай қалай болды бізде? Плюс немесе минус, қазір мысал ретінде автомобильный дороги ашып көрейінші. Плюс немесе минус немене кетеді бізде? «105 метр», иә? Плюс немесе минус 105 метр. Жарайды, тура осылай жаңағындай біздің начало кривой, конец кривойдың несін анықтап аламыз. Пикеттік орналасу жерін. Яғни мына жерге плюс 169,2, мына жерде минус 169,2, мына жерде плюс 169,2. Қойып алғаннан кейін бізде пикеттік орналасу жерін тауып аламыз, иә, біз. Яғни егер 500-ден біз 169,2-ні азайтатын болсақ, бізде 330,8 шығады, иә. Яғни 330 пикет 3 плюс неше болады осында? Плюс 30,8. Яғни бізде қисық пикет 3 плюс 30,8-де басылады. И аяқталады бізде пикет 6 плюс 69,2-де аяқталады, иә. Яғни начало кривой, конец кривой. Начало кривой біз қалай дедік? Начало кривой. Қисықтың басы ПК КБ, иә. Начало кривой и конец кривой қисықтың соңы, иә. ПК КБ, ПК КС. Вершина угла қисықтың басы, иә, бізде. Вершина угла бұрылу бұрышы ПК ББ. Мына жерде болады, мына жерде де ПК ББ болады, иә. Бұрылу бұрышы. Яғни ол бізде бірінші бұрылу бұрышы үшін анықтап алдық. Келесі кезекте енді биссектрисаны анықтайтын боламыз. Биссектрисаны анықтау үшін біз мынаның квадратын аламыз. Пикет 7-дегі мәннің квадратын аламыз да, жоқ, 169,2 шыққан мәнін квадраттаймыз. И оны бөлеміз 2R. R-дің мәні бізде 15.000 болды, иә. Яғни 15.000-ға бөлеміз, бізде шығады қанша?
Калькуляторды ашып есептеп көрейік. 169,2 көбейту 169,2 бөлеміз 30 мыңға, я. Бізде шығады 0,954 метр. Осылай бізде шықты, я. Енді автомобильный дороги ашып көрейік. Автомобильный дорогида менде жалпы 6-шы практикалық жұмыстан менде мына жерде тағы да нелер қарастырылған болған, я. Әрбір 100 метр сайын, енді әрбір пикет үшін әрбір 100 метр сайын біз қосымша нелерді енгіземіз, түзетулерді енгіземіз. Яғни ол түзетулерді біз қалайша енгіземіз. Яғни бізде алдымен 100 метрді тауып алдық, 169 метрді. Енді біз келесі кезекте бөлек 69 метрді қарастыратын боламыз. 69,2 метр. Яғни ол қалай деген сөз. Енді келесі кезекте 69,2-ні қарастыратын боламыз. Неліктен 69,2 деп сұрайтын шығарсыздар. Жалпы бізде егер мына жерден алып қарайтын болсақ, мысалы үшін мына жерде алдымен 105 метр алынған, содан кейін 5 метр жеке бөлек алынған. Яғни 105 метр дегеніміз, яғни мына шетінен мына шетке дейін 105 метр болғаннан кейін 105 метр қарастырылады, яғни мына пикет үшін, мына пикетті табу үшін, мына жердегі пикеттің биссектрисасын табу үшін. Содан кейін 5 метр мына шеткі нүктеден 5 метр ара қашықтықтағы мына пикеттің несін анықтау үшін, биссектрисасын анықтау үшін қарастырылған, я. Мына жерде мысалы үшін мына мысалды алып қарайтын болсақ, мына жерде алдымен 1, 2, 3, 370 метр шықты, мына жерде. Яғни мына жерде алдымен 370 метр қарастырылады, содан кейін 370-тен қайтадан 100 азайтылады, 270 метр мына жерді табу үшін. Жоқ, мына жерді табу үшін. Алдымен 370, мынау 370 болады. Содан кейін 270, 170, 70 и болды. Сосын кейін осы ары қарай біздің есептеуіміз жүргізілмейді. Түсінікті ғой, мына жерде әрбір 100 метр сайын, в общем, азайтып есептеулерді жүргізеді. Мысал үшін бізде мына жерде 169 шықты ма? Яғни алдымен 169-ды есептейміз, содан кейін 100 метрді азайтып тастап, 69 метр үшін есеп жүргізіледі. Содан кейін жаңа сіздерге айтуға ұмытып кеттім, жалпы құрылыс нормалары және ережелері бойынша жолдың бойлық еңісі үшін өзінің несі бар, шекті нүктелері бар, яғни осы мәндерден бізде еңіс аспау керек. Яғни бірінші категория, бірінші А категорияны алып қарайтын болсақ, онда көлденең еңіс 30 промилльдан аспау керек, я. Неғұрлым, яғни жол санатыны азайған сайын, неғұрлым есептік жылдамдық азайған сайын, соғұрлым еңістің мәнін үлкен мәнде алуға болады, я, бізде. Яғни мына жерде қазір есептеуімізді ары қарай жүргізейік. Қандай есеп шықты бізде? 69,2-ні алдық. 69,2-ні бөлсек 15 мыңға, астында қанша шығады бізде? Қазір 69,2-ні квадраттаймыз, көбейтеміз 69,2 бөлеміз 30 мыңға, я. Бізде шығады 0,159. Яғни 0,159 санына ол астыға түсіп тұрады, я, бізде. Енді осы мәндерді тауып алғаннан кейін, қазір бір мысалды келтіре алайын. Осы мәндерді тауып алғаннан кейін, келесі кезекте біз қисықтарды қалай енгіземіз. Қисықтарды біз осы нені алу арқылы енгіземіз. Бір мысал ретінде мынаны ала салайық, я. Мына мысалды алып, жарайды, копировать деймін да. И мына пикеттің бойымен астына өзіме қойып көрейін, өзімнің жағдайым үшін. Мына жерге қойып көрейін. Примерно бір осылай қойып көрейін. Мынаның астында тағы да бір сандар бар. 242.
563 476 ya bize. Яғни мына жерде біз қалай істейміз? Мына жерде бірінші жағдайда бізде ойыс қарастырылғаннан кейін, ойыс болғаннан кейін ойыста плюс мәніне кетеді. Ал не болғаннан кейін минус таңбасын аламыз біз. Яғни мынау 542 деген санды біз мына жақшаның ішінде енгізіп жазамыз. 542. Яғни мысалы үшін мына жерде жердің деңгейі 0,53 метр болатын, бірақ қисықты енгізгеннен кейін ол бізде 0,001 санына жоғарылатып кетті. Тура солай мына жерде де бисектрисаны қосады. Дөңес болғаннан кейін біз керісінше бисектрисадан азайтып тастаймыз. Яғни мына жерде жақшаның ішінде бізде 5,63 болады метр. 5,63 метр. Содан кейін мына жерде 4,76 метр болады бізде. Енді мына сандарды сөндіріп тастайық. Мына сандардың керегі жоқ енді бізге. Келесі кезекте енді біз жаңа шыққан бисектрисаларымызды азайтып тастаймыз. Яғни 5,63 метрден біз қанша санды азайтамыз? Қандай санды азайтамыз? 5,63-тен біз 0,954-ті азайтамыз. Яғни 5,63 азайтамыз 0,954 бізде шығады 4,676. 4,676. Яғни мына жерде 4,676 метр көлемінде бізде түзету енгізгеннен кейін осындай көлемде шығып тұрады бізде үстіге қарай кішкене. Енді 4,76-ның мына жердегі орналасу жерін тауып көрейік. 4,676-ны тура жаңағындай аламыз да бөлеміз. Нешеге? Бөлеміз 5-ке, көбейтеміз 10-ға, 9,352 шығады. Яғни мына жерден бізде үстіге қарай 9,352 метр көлеміне шығып тұру керек. Яғни біздің нүктеміз мына жерде тұрады. Біздің жолымыз кішкене былайынан не істеп кетеді, өзінің бағытын өзгеріп кетеді бізде. Келесі кезекте тура солай мына жерлерде тауып аламыз. Яғни егер бізде дөңес болса, онда азайтамыз, егер ойық болса, бисектрисаны керісінше қосамыз. Мына жерде нені есептеу кезінде, қазір мен ойықты есептеу кезінде керісінше ойықтың мәніне қосамын. Және де бізде формула жалпы, менің түсінгенім бойынша жалпы бір формула бізде Т тангенстің формуласы 1. Сондықтан бисектрисаның формуласы осындай. Яғни Т квадрат бөлінген 2RV. Яғни ТВ дегеніміз R квадрат I1 азайтылған I2 бөлінген 2. Екеуін бір-біріне қосқан кезінде бір-біріне бізде шығады қанша? Қазір. Келесі кезекте мынаны жаңағы анықтап алғаннан кейін, қазір мен мынаны видеоны паузаға қойып, бүкіл тура осындай формула сол беті қалады. Бүкіл мыналар не үшін нелер істеп тастаймын мен жаңағы тура осындай қылдырып сызып тастаймын қазір барлық жерде. Яғни менде мына жерде қанша деп едік? Жаңағына 5 мына нүктені тауып алдық. Тура жаңағындай мен мына жердегі нүктені тауып аламын қазір. И мынаны аламда ұзартамын солға қарай. Яғни менде жаңағы қанша Т болды? Т менде 69,2. Яғни мына жерде менде 69,2 сан тұрады. 69,2. Мына жерде де тура солай 69,2 деп тұрады. И мен получается 69,2-ні мына жердегі масштабқа сай бөлем. 20. Яғни 100-ді бөлсек 20-ға қанша болады бізде? 100-ді бөлсек 2-ге масштаб бізде 1,50. 1,50 масштабында сызылған. Яғни 69,2-ні бөлсек 50-ға
39,2'ni bölsek 50'ge көбейтеміз 10'ға 13,84. Яғни мына жерден мен 13,84 метрді солға қарай, 13,84 метрді солға қарай жылжытам. И мынаны үстіге апарам былайынан. Яғни мына сызық менде, мына үш сызық менде мына жерде міне тұрады. Тура солай жаңағындай мына сызықты аламда не істеп алам, отзеркалие деп істетіп алам, солға қарай. Қазірді істеп тастасақ болады негізі. Отзеркалие деймін да, ортасын тауып алам. Жоқ, міне ортасы мына жерде екен ғой. Ортасын тауып аламын да, мына жерге апарам, болды. Удалить исходные данные. Нет дейсіңдер. Болды, мына жерде мынаны удалить етіп қояйын. Қазір мынаны солға қарай. Жоқ, мынаны керісінше тиіспейді екен ғой. Осылайынан жазып қоям. И радиусты 15.000 деп қоям радиусты. Радиус 15.000, Т бізде қанша шығады? Жаңа 169,2 деп жазып қоям. И Б-нің мәні бізде биссектриsaның мәні жаңағындай есептеулерден шыққан мәнін жазып қоям. И болды, осымен бізде жаңағы біздің немізді бітеді, я. Б-ні қастап алайын, и по видеоны пауза қойып, қазір қосылам қайтадан. Яғни Б-нің мәні мені 0,954 алдым, жаңағы ортаңғы мәнін ала салдым. Ең үлкен мәні 0,954, мынаны алған жоқ, 0,159'да. 0,954 деп жаздым. Енді 0,159'дарды мен не істеймін? 0,159'ды мен енді мынау келесі мынау сандардан азайтамын. 0,159 дедім ғой, жаңағы. 0,159 яғни 5,42-ден азайтамыз 0,159'ды шығады бізде 5,261. Мынаның үстіңгі жағына 5,261 деп жазамын. 5,261. Мына жақта да тура солай 4,76'тан азайтамын 0,159'ды, менде шығады 4,6 ровно. Мына жерге жазып қоям 4,6 деп. Содан кейін мен аламда, мынаны енді 5-ке бөлем, я масштаб 1-де 5 болғаннан кейін 5-ке бөлем да. И жазып қоям, тауып алам орналасу жерлерін. Яғни 5,261'ді бөлем 5-ке, көбейтемін 10'ға, менде шығады 10,522. Яғни мына жерде мен 10,522 биіктікке осылайынан көтеріп алам. Мына жерде 4,6 дейді, 4,6-ны 5-ке бөлем. 4,6-ны бөлем 5-ке. 4,6-ны бөлемін 5-ке, көбейтемін 10'ға. 9,2. Мына жерде менде 9,2 метр биіктікке не көтерінеді? 9,2 былайынан қосып алам. И жаңағы мына жерден менде менің қисығым басталатын жер мына жер менде. Келесі кезекте мен аламда рисование spline по точкам дегенді басам, spline по определенным точкам. Мына жерге басамда и мына жерден бастап примерно бір
ортасынан тағы да бір точканы қосып аламын мына жерге дейін. Жоқ, кішкене дұрыс істемедім. Тағы да рисование сплайн деймін да, бір жер, екі жер, үш жер, мына жерге тағы да ортасына тағы да бір рет. Яғни екі рет бір ненің бойымен бастым. Содан кейін үшінші мына жерге кетеді, төртінші мына жерге кетеді, бесінші мына жерге, алтыншы мына жерге кетеді да, мына жерде уже не істей салуға болады. Тағы да бір линияны қосып, былайынан интерді басасыңдар, болды. Міне болды, біздің жолымыздың қисығы шықты. Міне мыналардың барлығын алып тастауға болады. И соңында мынаның барлығын қалың немен не істеу керек, бояу керек. PPS дейсіңдер да, мынаны қалың қылдырып істеп қоясыңдар үшін. Міне былайынан істеп қоясыңдар үшін. Енді түсінікті болды деген ойдамын. Мына жерде бізде жолымыз болады, былайынан біздің жолымыз былайынан мынаның бойымен кетіп қалады, былай. И мына жерде ойыс нелерді да тура солай таба аламыз. Ойыс нелерді, мынау нешінші пикет бізде? 1, 2, 3, 4, 5-ші пикет. Мына жерге пикет 5 деп жазамыз. Мына жерде түзетуге ұмытып кеттім. Пикет 5 деп жазамыз. Тура осындай нелерді мына жерде ойыс нелер үшін істеп қоямыз, және де тағы да бір дөңес не үшін істеп қоямыз. Дөңес сызық үшін істеп қоямыз. Осыны істеп алғаннан кейін түсінді деген ойдамын сіздерді. Мынаны соңына дейін істемей қояйын мен, өйткені көп уақыт кетіреді қазір мен үшін. Сіздер осының барлығын соңына дейін істеп тастаңыздар. Сосын бізде мынау нелер, линиялар бізде мынау соңғы астыға дейін түсіп тұрады бізде, удлинить деген команданы басам, именно астыға дейін ұзартып тастаймын. Міне болды, осылайынан болады бізде. Тура осылай ойыс нелер үшін істеп қоямын, және де дөңес үшін тура осылай істеп қоямын. Содан кейін менде пояснилкада мен әрбір пикеттің проекттік жобалық желісін, жобалық белгілерін есептеу арқылы барлығын жазып қойдым мына жерге. Сіздер де жазсаңыздар болады нелерді. Негізі мынаның барлығы толықтай 100% дұрыс деп айтуға болмайды, өйткені әркім өзінің әдісі бойынша есептеуі мүмкін. Мысалы үшін біз жаңағына нені әдісті есептеу бойынша қандай әдісті қолдану арқылы. Орысша айтқанда вручную есептедік біз. Яғни линейканы қолдану әдісі арқылы есептеп алдық. Яғни сіздер мынаның барлығын жазбай қойып, мынау есептеулерді барлығын жазбай қойып, пояснилкада жазсаңыз болады. Мен мынандай нелерді автокадтағы линейканы қолдану арқылы өзімнің әрбір пикеттегі проекттік жобалық белгілерді тауып алдым деп. Не болмаса, осылайынан мен сияқты жазып алуға болады. Екінші әдіс және де үшінші әдіс жаңағындай видеоның ең басында көрсеткендей проекттік жобалық желілерді, белгілерді жаңағындай бірінші әдіс арқылы тауып алуға болады. Содан кейін келесі нелерді жалпы менде 3 не болады, тангенстар болады, 3 тангенстар. Жалпы әркімде өзінің тангенстары әртүрлі болады. Жолдың категориясы неғұрлым аз болған сайын тангенстардың саны соғұрлым ұлғайтуға болады. Ал егер жолдың категориясы неғұрлым үлкен сайын болған сайын, онда қисықтарды, яғни егер бізде 5-ші категория болса, көп қисықтарды, жолдың 5-ші категориясы болса, көп қисықтарды жобалауға болады. Ал егер жолдың категориясы үлкен болса, мысалы үшін 1-ші категория сияқты, яғни ол кезде бізде қисықтар соғұрлым аз болады деді. 3, 2 сондай шақты болады деді. Сондай шақты жобалауға болады. Осымен бізде 10-ші практикалық жұмыс бітті.
келесі практикалық жұмыстарда жүздескенше сау болыңыздар.